әртүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Shopping. Соңғы кездері пысықсынып кетіпсің ғой. Бүгін демалыс емес пе? Ерте тұрған әйелдің бір іс артық. Маникюр, педикюр, стайлинг, пилинг, шопинг. Жетіп жатыр. Мен адамды ұйқымды қандырайын. Бұл өмірде демалыс күндері ұйқы қандырғанға не жетеді? Апта бойы жұмыс істеген адамдай сөйледің ғой. Демалыс күні жұмыс істейтіндерге ғана арналған. Дүкенді күзету оңай жұмыс деп ойлайсың ба? Бар күзетіп көрші менің орныма. Бір күн. Оның несі қиын? Не енді? Жалғыз өзім қараңғы. Оның үстіне тәтті дәмдіні жемей, шыдап отыру да қиын. Жарайды, мен кеттім. Сенің мамаң маған үйді жинатқызып қоймағанша. Апа, не айғай шу, бүгін демалыс емес пе? Қонақтар келе жатыр. Қонақ? Тағда ма? Бұл не деген бітпейтін қонақ? Райхан құдағи, тұрыңыз, ұйықтай бересіз ба? Қазір. Келетін кім? Қуғыншылар Түлкібастан келін алып қашыпты. Енді Павлодарға бара жатыр дейді. Біздің болған қандай қатысымыз бар? Түлкібас қайда? Павлодар қайда? Қуғыншылар ана жолдан бір жерде демалып тамақ ішпей ме екен? Астанада бізден басқа туыс жоқ. Апта бұрын маникюрге жазылып қойған едім. Ай, басты қатырмаңдар. Сен қазір базарға барып, бір қой алып келесің. Бір қап ұн, бір қап картоп, 2 жәшік пияз. Түсіндің ба? Тез. 37 адам келейін деп жатыр. Келінді бүкіл ауылмен қуалап жүр. Ой, құдай, адам қан келе жатыр. Гүлдәрия, Айман, Ерлан, Мәлік, Еділ, Жайық, Дана, Азат, Айым. Тез болыңдар. 37 адам келе жатыр. Тез қимылдан да қонақ келеді. Шопинг. Маникюр. Жанай? Мұны не екенін білесің бе? Қара. Хоп. Бұл біздің жаңа төсегіміз. Апам, бөлмемізге қонақтар жатсам дейді. Көрдесі? Сен қай жерде жатқың келеді? Оң жақ, сол жақ? Мен бұлай өмір сүре алмаймын. Бір қонақ кетсе, екіншісі келеді. Болды, шаршадым. Қазір барып, ажырасатынымызды айтамын. Жанай, саған не болған? Отырш. Бұл не, қонақтар келетінін күтейін бе? Олар келеді, кетеді ғой. Олар бізге, біз оларға қазақпыз ғой енді. Қонақжай болғанымыз керемет емес пе, Жанай? 37 адам. Ал енді бір екеу емес.
37 адамды қайда сыйғызамыз? Жарайда кешеңген. Бұл ештеңе етпес. Камазист ағыңды шыдай тұрамыз. Тіпті серіктесі бегі келгенде де. Онда тұрған не бар? Сенің қалалық туысқандарыңды үйлеріне кетуге асықпайды? Менікілер қайда әдетті адамдар. Тұрмыстық техниканы бұзбайды. Көршілерге қонаққа бармайды. Қонақтар келе жатыр. Қонақтар келе жатыр. Міне, орта келді. Ешкім жоқ қой. Бісміллә. Йоу, ассалам. Hello, туысқандар, сіздер. Мен сіздерге бірнеше аптаға келдім. Йоу. Өлі. Бұл кім? Не бұл? Біріншіден, мен жантемір емеспін. Джек! Екіншіден, рэпім менің жанымның бөлігі. Ата-аналар оны әрине ұнатпайды. Универді бітірді, сосын не істесең сол істе дейді. Сонымен мен заңгер боламын. Сен заңгер? Соны айтам. Менен қандай заңгер? Hi, what's up? Hancan. Ой, жаным, Солжан. Қалай өсіп кеткенсің, а? Үлкен жігіт болсың ба, а? Емтихан қашан, а? Бір аптадан кейін. Мадыр айтқан, жаңа келіп тұра берсең болады деп. Сен сізді қысынап жүрміз. Жан, мен сенің мазырыңа сөйлескен. Мазырың айтады, барып қонақ үйге барып тұрады. Мен айтым, қайда қонақ үй? Бізге келіп тұрады, дедім. Ерік жаман емес. Бірақ тағылау екен. Ешен етпес. Есендерге көпке қалмайым ғой. Аям. Сонымен менің бөлмем қайда? Бос бөлме жоқ. Тек бүктелмелі кереует қана. Оның өзі де бос емес. Жарайды, people, қорықпаңдар. Мен ерке емеспін. Керек болса геттада да өмір сүре аламын. Мәпірлердің барлық түймектардан өтіп шедегі бір түн мажылған. Өлі, гетто деген не өзі? Ол қай жер? Нашар аудандарда тұратын үйлер. Дженнің түсінігі бойынша университеттен 2 көше алыс жер. Жан, жүр мен саған өз бөлмеңден. Сенің румыңды көрсетейін, жүр. Барлығына білі. Жүр, Жан. Сонда, мынаның аты кім еді? Джен. Жин. Біздің үйде бір-екі апта тұрамын? Әрине. Қазақпыз ғой. Қонақжайлық деген күшті қасиет емес па? Иә. Апа, бұл не? Картоп ашындар мына жерге. Жанелді айта салыңызшы, сол ашып алсын. Жанел деген адам 2 жәшік пияз ашып жатыр. Тез, уақыт жоқ. Райхан не істеп отыр? Райханың ана кесте бойынша йогасы. Ай, Барат, яқты сөйлеп. Ойбай, сағат 12 болып кетті ғой. Менің де йогам жақындап қалды. Тоқта, сен мына картопты аршы, соның ей барасың. Жоқ. Мен мына шығыс философиясының ізбасары және вегетарианшыл адам ретінде мен мына көкөністерді зақымдап, аршып, бұларға зиян келтіре алмаймын. Себебі бұлардың жаны бар ғой. Не қылмайсыңдар, а? Мына картопты, барақтан тазалаңдар.
Әке, сіз не аяқ астынан йогаға қызық кеткенсіз бе? аяқ астынан шабытым шауып кетті. 1-2 сағатқа тіпті 3 сағатқа дейін шабуы мүмкін. Менің ойымша сізден ештеңе шықпайды. Сондықтан Жоқ, неге шықпайды? Шығады, менің боликтен қай жерім кем? құда балам, біріншіден болашақ проректор. Райхан, үйрете салыңызшы. Жоқ. Үйретіңізші, мен тура сіз сияқты болам. Мәке. Райхан, өтінемін, үйретіңізші, үйрете салыңызшы, өтінемін, үйретіңізші. Жарайды. Қоймадыңыз ғой. Сонда негізгі астаналардан бастайық, иә? Негізгі астаналардан бастаймыз. Астана емес, астаналардан. Иә. Астана, иә. Онда бірінші. Дайындалыңыз. Дайындалыңыз. Мен көрсем, сіз қайталайсыз. Тырна қанат жаяды. Тырна қанат жаяды. Қаттырақ. Ана қолыңыз жесеңші, ана қолыңыз. Не болды? Болмай қалды ма? Жарайды, онда екіншісіне көшейік. Су астындағы балықты ішке жатамыз. Иә, аяқ тастаймыз. Ішеміз олай. Картабым менің. Сен де аршымағалы көп болды ғой. Флоттан қызметтен кеткелі бері. Флотта? Көке, сіз әскерде жүргенде десантшы болдым деп едіңіз ғой? Мен бе? Мүмкін. Әскерде қызметті қайда өткенім есімде жоқ. Бірақ қолым пышақты сағаны қапты. Дегенмен, онда сіз үйренген екенсіз ғой, әрине. Мен әскери авиацияда жүргенде 1 тонна картоп аршымаса, әскерді көрмедің. Еркек емессің. Деген сөз ғой, қысқасы. Ал аға командир асханаға кіріп келіп, картоп аршының ба, азамат дейтін. Он көрәтті иыңызға жұлдыз тағатын. Картоп үшін жұлдыз береді екен ғой. Аршысаң берер, аршымасаң таяқ жейсің. Ұқтың ба? Ұқтым. Ұқсаң бол, тырыс. Сүрекке? Ұсталаға шығып екеміз. Шахмат ойнап қарасақ, қалай қарайсыз? Жақсы. Онда мен ақпын өнеймін. Қайда барасыздар? Мә. Көке? Өй, сен мұнаңмен тазалап қой. Қайт кеп тексерем, ұқтың ба? Флотта дейсіз ба? Демалмайсыз. Көреміз. Ішіңізге жатыңыз. Жатыңыз, иә. Қолыңызбен. Атқа қарай. Енді сіз көресіңіз енді. Беріп жіберіңізші. Аяғыңызды ма? Аяғымда. Не болды сізге? Болмады ма не? Болмайды. Тұра алмай жатсыз ба? Райхан, мыналардың ешқайсын жасай алмаймын. Маған бір жеңілдеу бірдеңе болса. Жеңілдеу? Онда екіншісіне көшейікші. Медитация, жай медитация. Отырып, тыныс аламыз. Міне, отырыңыз. Бұлай демді тартасыз, сөйтсе дем шығарған кезде тіліңізбен шығарасыз, міне. Оны жасаймыз. Біз шығарған кезде дем алмау керек. Кеттік, міне. Шығарыңыз. Алдым. Шығарыңыз. Шырын қаттырақ. Дем алмаңыз. Дем алмаңыз. Жоқ. Ей, реттер. Берген, жас жауынгердің курсын өтеміз. Не? Картоп ашып үйретем деймін. Репперлар сияқты. Қош, менің уақытым жоқ. Маған емтиханға дайындалу керек. Емтихан.
жауынгер, талапкер. Ұста. Мә. Ұста. Білесің бе? Мен флотта жүрген кезде қалай болған? Картоп үшін жұлдыз беретін деймін. Қаршы. Мәке, алдымен мұрныңыздың бір тесігін бас бармақпен бүк жабасыз. Енді демді ішке тартыңыз. Шығарыңыз. Тартыңыз. Шығарыңыз. Бұқылдама тиіш отырыңыз. Енді екінші жағын, бас бармақпен жабасыз. Тартыңыз. Бұлай емес, шығарыңыз. Мәке, тік отырыңыз. Тартыңыз. Шығарыңыз. Мәке, жатуға болмайды. Үнді халқы йоганы менен үйренсін. Эй, шал, тыңдап көр, жаңа трек. Сен өзің қандай өлеңдер тыңдайсың? Маған Мадина Садуақасова, Мақпал Исабекова, Дилназ, сосын анау. Олар кімдер? Мысалы, маған Джей-Зи ұнайды. Мықты жігіт. Ол қайсы ана, 2 жұлдызды ұтып алғаны ма? Қайдағы 2 жұлдыз? Джей-Зи ол бағандай 5 жұлдызды жігіт. Америкалық рэпердердің ең мықтысы. Маған тағы Алдабай ұнайды, олар да рэп айтады. Маған көрініп тұр. Жен, шашыңа не болған? Өрілген бір киіз сияқты болып тұр. Алыс көйлегіңді әкең пионер кезінде киіп қойған сияқты. Көйлегім не ұнамайды? Жоқ, әшеңе. Гимнастындайтындарға әрине ұнайды. Жен, шашыңды өзің өресің әлді, мамам көріп беремін. Ресми осындай шай-штайл 20 жыл бұрын артта қалып қойған. Ал сен білесің бе, сенің шалбарыңа Жанел екеуміз бірақ сүйіп кетеміз. Ал сен шалбарыңды әйелмен сүріп алған сияқтысың. Кешір ұмытып кетіппін. Сестер маған айтқан, сенің ақшаң жоқ қой. Сен жұмыссыз адамсың. Дұрыс қой, Балапан, мұрныңды бет қылам, түсіндің бе? Ой, сендер әлі отырсыңдар ма? Әңнен тезірек ашмайсыңдар ма? Апа, біз музыка жөнінде пікір алмасып отырмыз, солай ма? Өте дұрыс. Сен айтпайсың бана Алдабайдың суретін үйге іліп қойғаныңды, хатты қалай жазғаныңды. Апа,
Ай, әнші! Сен де туа құрған ба? Алло! Сен де. Менде? Мынау сен. Жаман емес. Түсіме ұқсайды екен. О, реп дегенің осы ма? Реп деген, ол нағыз еркектердің айбарлы әндері. Сонда айбарлы жігіттер не туралы ән айтады? Нағыз жігіттер, нағыз қиындықтар туралы айтады. Мысалы, қатал өмір, өз ауданы туралы, бірақ үй қаздырып, өлеңдетіп айту керек. Ақындар сияқты ма? Жамбыл, Сүйінбай айтқандай ма? Олар кімдер? Қазақтың үздік рэперлері. Өмір туралы көптеген өлең жазған. Оларға әлі күнге дейін респект беріп жүр. Не айтып тұрсың сен маған? Джейсиден артық ешкім жоқ. Фристайл тек ең шебер рэперлердің қолынан келетін нәрсе. Оның несі қи? Көзіңе көрінгенді айта бересің. Менің өзім кез келген рэперден артық түсем. Ең ақылдым деп ойлайсың ба? Қане, ач бірдеңе, көрейік. Не туралы? Картоп туралы. Картоп. Тайғана жолмен жүресің, аяғыңның астына қарашы. Үлкендерге сөз қайтарғанша, картопыңды тездетіп ашы. Қалай? Жаман емес, тағы айта аласың ба? Не туралы? Опа ма? Мен туралы. Ербол Амангелдіұлы. Ladies and gentlemen, Ербол Амангелдіұлы. Сенің шалбарың КамАЗдың қабындай. Бірақ мен сенің қулығыңды біліп қойғанмын, дарынды ақындай. Көп ақылды сөз сөйлесең де бауырым жаңылмай. Сен әлі кішкентай бүлдіршінсің, ашылмаған картоптай. Ай, ой, ей. Қалай? Мәз саған, кул, өзің мұқтан екенсің. Бергел. Қара жорға биле, билесің. Қара жорға биле. Балақай. Қалай? Супер! Жарайсың. Қайбәрі келді. Жарар енді. Мен балабақшада жүрген кезде реп оқитынмын. Олай болса, үйретші мені. Бірінші картопты ашып таста. Сосын бәрін. Тездет. Ашылмаған картоптай. Разия, түсінбедім, сонда қалай? Неғып келмейді, сіз айтып едіңіз ғой. Түлкібастан 37 адам қол жуып келе жатыр дедіңіз, е? Өлә, құдағи. Енді келінді ешкім алып қашып кеткен жоқ. Отырып қалған қыз. Теңін тауып қол ұстасып кетті. Бақытты болсын. Енді бір қап картопты ашық болды ғой. Оны енді қайтеміз енді. Құдеге, тұздаймыз. Құда, көршілерді шақырып қуырдақ жасаймыз. Жоқ. Көршілердің керегі жоқ. Мен қонақтан сондай шаршадым. Yo, ladies and gentlemen. People. Yo. Biz Cenekemiz getomuzda aralayımız. Get. Ya aralayımız. Yo. Varlığına pis, varlığına pis, varlığına pis. Pis. Köke. Türkübas böyle. Менің осы балам үлкеннің де, кішінің де, мына қияли музыканттың да тілін тауып алады өзі. Енді.
Мәке. Ғажап қой мынауыңыз. Сіздің осы бір медитацияңыздан кейін мен өзімді жаңа туған баладай сезіндім. Сергек. Мен енді мамандығымды ауыстырсам ба деймін Жездеке. Жоқ. Браво. Йоганы білем. Енді йогадан сабақ берем. Қазақша йога. Жоқ. Йога қазақша. Қандай керемет ұшты. Барымда хабарландыру берем. Сенің шәкіртің ба? Иә.